Қайрат Нұртас ұшақта ұсталған соң, әлеуметтік желіде қызу талқылар басталды. Кейбіреулер оны ең жақсы жолаушы ретінде есіне алады. Ал басқалары жұлдыздың ережелерді ұстанатын уақыты келді деп санайды. Тұрсынбек Қабатов, Нұрболат Абдуллин және Мейрамбек Беспаевтың қолдауының арқасында Қайрат өз ортасында түсіністікке ие болды. Беспаев қиын сәтте әншіні қолдау шынайы достар таңдаудың маңыздылығын еске алды. Кейде есігіңнен күліп кіріп, текеметіңді тіліп кететіндер болады. Адам аласы ішінде ғой. Досым деп жүріп домалақ арыз жазып, құны қымбат достықты қастыққа айырбастап салатын хайуандар көбейді. Қайратыным, Құдай жаныңа қуат берсін. Бұлттың артынан күн шығатыны секілді әр жамандықтың артынан үлкен жақсылық болатыны ақиқат. Енді абайлап жүрші. Маңайында жүргендерді сұрыптап қарашы. Сені сатқан ақмақтың жазасын Алла береді. Алла әділетті, деп пікір қалдырыпты Мейрамбек Беспаев. Ал Қайраттың өнердегі әріптесі продюсер Мөлдір Мұқан Тұрсынбек Қабатовтың концертінде Қайрат туралы айтқан сөзіне былай деп пікір қалдырыпты. На этот концерт 5 дней готовился. Сегодня Қайрат пошел готовиться. Көрерменге деген құрметі қандай десейші. Бүгінгі концерттен үзінді. Халық жақсы көрмесе заллық толмас еді. Барлық келген көрерменге мың алғыс. Айтпақшы айта кетейінші, сынақ болуы болды ғой. Менің байқағаным, халық тарапынан қолдаушылар саны көп болды. Жақсы жазған жандар, сіздерге жақсылық еселене келе берсінші. Рахмет баршаңызға. Қайраттың анасы Гүлзира ханым өз инстаграмында Ирина Қайратовна тобының мүшесі Алдиярдың фотосын салып қойған. Бұл фотода киген киімін Қайратты қолдап киген деп түсінеміз. Нұрболат Абдуллин болса жақын арада құрықталған жұлдыздарға арнап келесідей сөз айтып жіберіпті. Ата-анаға баласы қымбат деген секілді қазаққа қазақ қана керек. Әріптерден теріп алған бауырларым, бәйгедегі бақ қонған бастарың аман болсын.